Сәлем, менің сүйікті оқушыларым. Бүгін біз workbook, яғни жұмыс кітап дәптерінің тапсырмаларын бірге орындайтын боламыз. Олай болса, workbookта on page 4 vocabulary a classroom, яғни classroom тақырыбын 4-ші бетті ашамыз. Бұл жерде тапсырмалар берілген. Бірінші тапсырмаға қараймыз. Exercise 1, find 13 more words. Яғни бірінші тапсырмада 13 мектепке, яғни сыныпқа байланысты сөздерді табу керек екенбіз, Біз кітаптан өткен болатынбыз, қазір соны еске алып, жазып шығатын боламыз. Қанекей бірге табайықшы оқушылар. Мысал беріліп қойған dictionary, яғни сөздік тауып қойған. Енді келесі астына қараймыз. Келесі қатарда бізде clock сөзі шығады, міне. Clock сөзі сағат. Келесі shelf сөре, Үшінші desk сөзі шығады. 4 poster, board деген сөз бар. 6 door, 7 notebook, 8 in, 9 on, 10 book, 11 bag, 12 down, 13 window деген сөздер шығады екен. Енді жанындағы тапсырмаға қараймыз. Exercise 3. Look at the picture and complete the sentences with the correct preposition. Яғни суретке қарап отырып, біз дұрыс үстеулерді қойып шығу керек екенбіз, Яғни кітапта өткенбіз жанында, арасында, үстінде, ішінде, астында деген үстеулерді қою керек екенбіз. Біріншісінде мысал жазып қойған. Келесі бір. The clock is between the window and the door. Яғни clock деген сағат терезе мен есіктің арасында, яғни ортасында дегенді білдіреді. Екінші, the bag is under the chair. Сөмке столдың астында. Келесі, the chair is next to the door. Яғни үстел есіктің жанында, қасында, Келесі болып тұр ғой, міне қасында. Келесі 4, the ruler is in the bag. Сызғыш сөмкенің ішінде. The CD player is on the shelf. Яғни магнитофон деп айтамыз, Ол сөренің үстінде. Және соңғысы the CD player is near the board. Магнитофон тақтаның қасында, дәл қасында тұр, сондықтан не деп аламыз. Міне үшінші тапсырманы осылай орындайды екенбіз. Енді астындағы екінші тапсырмаға қараймыз. Exercise 2. Look at the picture. Complete the sentences with the words in exercise 1. Яғни бірінші тапсырмаға қарап отырып, бірінші тапсырмадағы сөйлемдерді суретке қарап отырып, толықтырып шығу керек екенбіз, Мен қазір қойып оқып шығамын, мұқият тыңдаймыз. Бірінші, the dictionary is on the shelf. Екінші, the chair is between the shelf and the door. Келесі, үшінші, the clock is next to the poster. Төртінші, the notebook is in the bag. Бесінші, the CD player is next to the pen. Алтыншы, the laptop and the DVD are under the window. Және соңғысы, the board is near the window. Міне осы сөздерді екінші тапсырмаға қойып шықтым. Енді келесі. Exercise 4. Complete the lists with the words in exercise 1. Яғни екі бағанаға бөлген, сол бағанаға біз бірінші тапсырмадағы сөздерді жазып шығу керек екенбіз, Мысалға, pen, shelf, notebook, dictionary, CD player, laptop, window, door, poster, desk, board, chair, clock, bag деп 12 сөзді осылай жазып қояды екенбіз. Енді келесі бетті ашамыз. On page 5, language, focus, possessive, as and subject and object pronouns. Possessive adjectives, яғни бұл жерде тәуелдік есімдіктер, яғни сын есімдер берілген, оқушылар. Яғни біз кітапта өткен болатынбыз, possessive деген ол тәуелділік. Дың, тың деген жалғауда біз S немесе S-тің алдына апостроф қояды екенбіз ағылшын тілінде, Мысалға, менің, сенің, болмаса Айгүлдің, Дарханның деген сияқты жазамыз. Енді exercise 1. Follow the lines, then write the names with the possessive and the objects. Яғни бұл жерде сәйкестендіріп қойған. Біз сол сәйкестендірген сөздерге қарап отырып, тәуелдік есімдігін қолданып,
сөйлем жазу керек екенбіз. Біріншіден бастаймын. Мысал берілген, енді біріншіден орындаймыз. The teacher's pen, мұғалімнің қаламсабы. Екінші, the girl's poster, қыздың постері. Үшінші, Tom's dictionary, Томның сөздігі. Төртінші, the boys' bags, бұл жерде көпше тұр, сондықтан ұлдардың сөмкелері. The teacher's DVDs, бұл жерде де көпше түрде тұр. Алтыншы, the student's teacher, оқушылардың мұғалімі. Міне осылай бірінші тапсырманы орындаймыз. Енді келесі тапсырмаға қараймыз, оқушылар. Келесі тапсырма бізде exercise 2. Subject pronoun and possessive adjectives, яғни бұл жерде тәуелдік есімдіктерді қоямыз. Менің, сенің, оның деген сияқты, я. Екінші тапсырмада complete the table with the words in the box. Қорапшаның ішіндегі есімдіктерді дұрыс қойып шығу керек екенбіз, я. Мысалға, бірінші I'm 12 years old. Менің жасым 12-де. Келесі we are from France. Яғни бұл жерде біз Франция еліненбіз деп тұр, we are. Келесі he is the student. Үшінші she is from England, ол Англия елінен. Төртінші you are 11 years old, сенің жасың 11-де. Және бесінші they are from the USA, олар Америка құрама штаттарынан. Алтыншы your pen, сенің қаламсабың. Жетінші my notebook, менің дәптерім. Сегіз his name, оның аты. Және соңғысы it's bird, оның тақтайшасы. Міне осылай есімдіктерді дұрыс қойып шықтым, оқушылар. Енді келесі exercise 3, үшінші тапсырма. Complete the sentence, use possessive adjectives. Бұл жерде де тәуелділік есімдігін қою керек екенбіз. Біз сөйлемді құрап жазамыз. Яғни бірінші мысал it's your DVD. Бұл оның DVD-і. Бірінші it's his laptop, оның ноутбугі. Екінші it's our classroom, бұл біздің сыныбымыз. Үшінші it's my dictionary. Төртінші it's your bag. Бесінші it's their CD player. Яғни мен, сен, ол деген есімдіктерді біз менің кітапшам, оның, яғни менің, оның деген, сенің деген сияқты тәуелділікке келтірдік, оқушылар. Енді астындағы келесі, енді үшінші тапсырманың біз A вариантын жасадық, енді B вариантында қарап шығамыз. Алтыншы жалғастырамыз ары қарай. They are our teachers, олар біздің мұғалімдер. Жетінші we are in class 1B. Сегіз it is on the desk. Тоғыз they are on the shelf. Оныншы he is 12 years old. Яғни мен бұны төбедегі сөйлемге қарап отырып астына қойып шықтым. Келесі exercise 4. Complete the sentences. Бұл жерде де есімдіктерді қойып шығу керек екенбіз. Бірінші есімдік қараймыз, бізде she болады. She is Susie. Susie is my friend. Susie is your friend. Яғни бірінші she, екінші my, үшінші her деген қойып шықтым. Қыз болғандықтан сонда есімдіктер қойдым. Ал келесі бағанаға қараймыз, ол жерде көпше тұр беріп тұр. They are teachers. Олар мұғалімдер. Астына қараймыз. Mr. Brown and Mrs. Sim are Ben's teachers. Яғни Brown және Sim Benнің мұғалімдері. Және соңғысы Mr. Brown and Mrs. Sim are his teachers. Яғни төртінші they, бесінші Ben's, алтыншы his деген сөздерді қояды екенбіз. Келесі бесінші тапсырмада тест ретінде берілген, біз дұрысын қою керекпіз. Яғни бұл жерде мен қазір айтып өтейін. Біріншісінде she is next them, B болады. Екіншісінде she is with him, D болады. Үшіншісінде the dictionaries are next to us, C болады. Төртіншісінде the books are near you, яғни бұл жерде D болады. Бесіншісінде A болады.
you are with her. және алтыншысында Lily is with me. B болады. Міне осылай жазып алады екенбіз. Енді келесі бетті ашамыз. Келесі бетте бізде basic adjectives. Бұл жерде де есімдіктер берілген. Қазір біз тапсырманы орындап шығатын боламыз. Complete the adjectives in the sentences. Бас әріпі берілген. Біз қазір толықтырып сын есімдерді қойып шығатын боламыз. Біріншісі unpopular, екіншісі horrible, үшіншісі small, төртіншісі boring, бесіншісі difficult, алтыншысы bad болады. Сөйлемге осылай қоямыз. Яғни unpopular танымал емес, horrible қорқынышты, small кішкентай, boring қызықсыз, difficult қиын, bad жаман деген сөздерді қояды екенбіз. Екінші тапсырма complete the crossword with the opposite of the adjectives in exercise 1. Бірінші тапсырмадағы есімдіктерге, сын есімдерге қарама-қарсы келетін сөздерді мына кроссвордқа жазу керек екенбіз. Бірінші popular, танымал сөз шығады. Екінші nice, жақсы сөз шығады. Үшінші big, үлкен. Төртінші interesting, қызықты. Бесінші easy, оңай. Алтыншы good, жақсы деген сөз шығады екен оқушылар. Келесі тапсырма үшінші бізде look at the picture and complete the sentence. Сөйлемге қарап отырып, дұрыс сын есімдерді қою керек екенбіз. Бірінші it's difficult, екінші the laptop cheap, үшінші it's horrible, төртінші the film is interesting, бесінші the car is expensive, алтыншы the TV program is boring, жетінші Lucy's bag is bad. Міне осындай суретке қарап отырып сын есімдерді қойып шығамыз. Төртінші тапсырма describe the people, places and things, use and adjectives in exercise 1 and B. Енді бірінші екінші тапсырмадағы сын есімдерді қолдану керек екенбіз. Бірінші the London is big, English is easy, Ed Sheeran is popular, my best friend is unpopular, my book is unpopular, my book is interesting, my school is boring, football is interesting, New York is big. Міне осылай жазып шығамыз. Келесі exercise 5 days of the week and the month. Яғни апта күндер мен ай күндер екен. Түсіп қалған сөздерді қою керек екенбіз. Бірінші Monday, келесі Wednesday, 3 Friday, 4 Sunday, 5 February, 6 April, 7 June, 8 August, 9 October, 10 December. Міне тапсырманы осылай орындаймыз оқушылар. Жарайсыңдар, барлық тапсырманы бірге орындадық. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Келесі кездескенше сау болыңдар.